Саламатсыздар ма? Біз бүгін Каспи приложение арқылы ИП-ға кредит алуды үйренетін боламыз. Ол үшін Каспи приложениеға кіреміз. Потом осы жерден главное дегенді таңдаймыз. Главное таңдаймыз. Міне осы кезде бізге осындай ашылады. Осы жерде қарасаңыздар, міне астында 0012 рассрочка, Каспи Pay, Каспи Год для ребенка, кредит наличными деп тұр, және де былай жылжыта берсеңіздер, кредит для ИП деген бар. Міне осы керек бізге. Осының ішінде ең процентная ставкасы аз, ол бізде кредит для ИП. Чем кредит наличныйға қарағанда, немесе кредит на покупки, енді бұл жатпайды, енді кредитка. Кредит именно наличныйға қарағанда осы процентіміз аз, яғни тек қана ИП-сы бар кісілерге ғана рұқсат етілген, яғни мүмкіндігі бар, ИП-сы бар кісілердің ғана осы кредит алуға мүмкіндігі бар. Егер сіздерде ИП тіркелген болса, сіздердің Каспи приложенияларыңызда осындай астында, осылай жылжытқанда міне осындай кредит для ИП деген шығып тұрады. До 2 миллиона дейді, 2 миллионға дейін береді. Бұл өте тиімді, өте мүмкіндік береді. Және де өте тез, сразу 1 минутта одобрение береді. Міне қарап алып көрейік. Кредит для ИП. Міне, преимущество кредита для ИП дейді. 2 миллионға дейін без залога и без документов. Залогқа ештеңе қоймайсыз, и документ тапсырмайсыз еш жерге. Екінші тиімділігі ол дешевле кредита наличным, переплата меньше дейді. Қолма-қол кредиттен көрі өте арзан, және переплатасы, үстіндегі переплатасы аз. Үшінші плюсы ол зачисление денег на Каспи Год снятие без комиссии. Зачисление денег Каспи Годыңызға сразу түседі. Және оны шығаратын болсаңыз, банкоматтан комиссия ұстамайды. Сондай бұның преимуществолары бар екен. Және бұда ең тағы да бір тиімділігі, мысалға 2 миллион алсаңыз, и сіз мысалы енді қазір айтатын болам. Так. Так, ары қарай кеттік. Оформить кредит для ИП. Осы кредит оформить ету үшін, алуымыз үшін осы кнопканы басамыз, мына астындағы оформить кредит для ИП. Так, сумма кредита. Одобрение онлайн за 1 минут деп тұр. 1 минуттың ішінде одобрение береді, рұқсат береді. Так, 2 миллион. Максимум 2 миллион береді. Продолжить. Еще қарасаңыздар, срок кредита 12 айға алсаңыздар болады, 24 айға алсаңыз болады, 12 айға алсаңыз болады. Егер де қараңыз, 12 айға алсаңыз 2 миллионды, ай сайынға төлем, яғни ежемесячный платеж сізде 204 теңге төлеп тұрасыз айына. 12 айда, 12 ай бойына. Және де бірінші платеж, ол осы декабрьде алсаңыз, 1 январда төлейсіз. Январға дейін төлеп қоясыз. Ал переплата по кредиту, яғни үстіндегі осы 12 ай, яғни 1 жылға үстіне қосылатын сумма, ол 457.543 теңге қосылады 1 жылға. Ары қарай кеттік. Ал егер 2 жылға алсаңыз, яғни 24 айға алсаңыз, айына 123.350 теңге төлейсіз. И сізде бағанағы переплата по кредиту, яғни
2 жылда үстіне қосылатын ақша 2 миллионның үстіне 960.605 теңге қосылады. Яғни 2 жыл бойы айына 123.350 теңгеден төлеп тұрсаңыз, 2 жылдағы үстіндегі ақшасы переплата дейді ғой, соны 960.000 үстіне қосып қайтарасыз деген мағына ғой. Мысалы 2 миллион алдыңыз, 2 жылда уже төлеп біттіңіз, сонда мен үстіне қанша қосып төледім екен жалпы дегенде, міне переплата по кредиту осы жерден қарасаңыздар болады, 960.605 теңге. Егер ол 2 жылға айына төлеп тұратын болсаңыз, осындай қосылады. Ал егер 36 месяц, яғни 3 жылға, бұл кезде айына 97.739 теңгеден төлейсіз. Переплата бұл жерде 2 миллионға 3 жылда 1,5 миллион үстіне төлейсіз, сонда айына 97.730 теңгеден айналады. 3 жыл бойына, ары қарай кеттік. Енді 48 месяц, бұл бізде 4 жыл. Максимум ИП-ға берілетін кредит Каспийде ол 4 жылға беріледі екен, максимум 4 жылға. Так, ай сайынғы төлем сізде 86.217 теңге болады. Переплата бұл кезде, егер 2 миллионды 4 жылға алсаңыз, үстіне 2.138.457 теңге қосып қайтарады екенсіз. Солай. Енді қараңыздар. Мысалы, сіздер алдық делік 12 айға. Бізге тиімдісі ол 12 ай негізінде ақшаңыз болса, айына 204 мың теңгеден төлей алатын болсаңыз, 12 айға тиімді, өйткені 2 миллионға тек 457 мың теңге қайтарасыздар. Үстіне переплатасы. Сонда 2 миллион аласыз, 2,5 қайтарасыз 1 жылға алғанда. Бұның тағы бір ерекшелігі, егер осылай алдық делік, біз уже кәсібімізге или өзіміздің бір керекті жағдайда қолдандық делік, жаңа ақшамызды. И бізде уже шығындар ақталып, уже кредит төлей алатын, уже біз 12 айға жетпей, где-то бір 2 ай, 3 айдың ішінде уже төлегіміз келіп тұр, біздің ақшамыз болса, төлей бересіз. Осы 2 миллион төлесеңіз, тек қана сол, например, 3 айда уже сіз қайтарыңыз келіп тұр. Мысалы, сіз бүгін алдыңыз декабрьде, 2023 декабрьде алдыңыз кредит. И сіз уже где-то бәрібір осы айда қайтарыңыз кеп қалды, может, уже айдың аяғында сіздің оборотыңыз жақсы болып, уже сіз осы кредит жауып тастағыңыз кеп тұр. И аласыз да жаба саласыз. Сізде тек қана сол күнге дейін қана процент ұстайды. Үстінен ешқандай шартсыз, шартты бұздың деген әңгіме жоқ бұл жерде. Тек қана сол күнге дейінгі ғана процент ұстайды. бір айға ғана алсаңыз, мысалы, бір ай жаратып, жаңағыдай қолдандыңыз осы кредитті, и уже сіз бір айдан кейін полный төлеп тастағыңыз келіп тұрса, сол бір айға ғана процентін ұстайды. Где-то тиын, ол 10 мың болуы мүмкін, 20 мың болуы мүмкін. Менің жағдайымда ондай болды. 2 миллион алдым, и бір айдың ішінде қайтардым. И уже менде 10 мың где-то бір аржанды тиындар бар. И сондай өте тиімді, да? Одан кейін сондай тиімділік бар. Или 2-3 айда қайтарсаңыз, например, тек қана 2-3 айдағы процентін ұстайды, и все. Кредитсіз жабылады. Сол сияқты. Сонда осындай ИП-ның бір плюсы и бір пайдалы жері осы. Егер сізде ИП болса, сіз айналымға осындай кредит ала аласыз. Және де осындай преимуществолары бар, осындай барлығы түсінікті болды деп ойлаймын жалпы. Рассчитать переплату при досрочном погашении дейді. Мұны мысалы, мына жерде тұр міне. Менің айтқаным түсінікті болу үшін қараңыздар. Рассчитать переплату при досрочном погашении. Тез жапқыңыз келсе, үстіндегі переплатасын есептеңіз дейді. Осыны басасыз, қараңыз. Осылай да жасасаңыз болады. Алмастан бұрын өзіңіз әбден көріп, шұқылап, чоп-почом бәрін қарап алсаңыз болады. Рассчитать переплату при досрочном погашении үстін басасыз. Қараңыз, сіз 2 миллион алып тұрсыз делік. Мысалы, 1 жыл деп белгілеп қойдық қой, 12 месяц срок кредита. Енді қараңыз, переплата по кредиту бізде 457.543 теңге шығып тұр. Енді қараймыз.
Выплачу кредит за дейді. Қай кезде біз төлей аламыз? Например, мен осы айда қайтарғым келеді, иә? Осы айдың соңында примерно, бір месяц. То есть, міне бір месяц. То есть, бүгін қаншасы, мысалы, 14 декабрь болса, келесі январдың 14-не дейін қайтарсам мен, или январдың 14 күні қайтарсам, үстіне тек қана 2 миллионға 39.787 теңге алады. Егер мен 2 айдың ішінде қайтарсам, то есть 2 айды толтырып қайтарсам, 91.822 теңге алады екен үстіне, 2 миллионның үстіне 2.091.822 деп төлеу керек. 3 месяц болса 141.191, 6 месяц болса жағадай 272.827, 9 месяц болса осындай сума, 12 месяц болса осындай сума деген сияқты ғой. Бұл жерде еще 1, 2, 3, 4, 5 ай бәрібір 5 айда төлесеңіз де солай, 4 айында мысалы нері 4-5 жоқ, но солай төлесеңіз үстіндегі ғана сумасын ғана, то есть сол күнге дейінгі ғана процент есептеледі и все. Сіз ары қарай процент есептелмеді. Солай сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Көп рахмет. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.